Мінекей мен медициналық колледжға кірдім. Мына кісі мені дәретханаға жіберді. Ол үшін үлкен рахмет. Бірақ та кіреберісте мінекей барлық жазулар. Медицина. Мінекей убедительная просьба, вытирайте ноги перед дверью. Контакты приемной комиссии. Барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Работа с приложением. Ашық. Мінекей. Сосын мына кісіге айтқам. Сіз маған директордың телефонын беріңіз деп. Мына кісі айтады, мен орысша сөйлеген жеп көрем дейді. Бірақ та дейді, бос сөздің керегіне дейді, мен сізге телефонды бермеймін. Бергісі келіп еді. Бірақ та мен айттым, неге сіздерде қай мәселемен деп сұрады. Сосын мен айтуға мәжбүр болдым. Айттым, сізде барлық жазулар орысша, біз Ресей Федерациясында тұрған сияқтымыз дедім. Ол айтады, мен онда сізге ештеңе бермеймін. Неге көрдіңіз? Қазақ тіліне қарсы вахтасынан бастап директорын ашкен, филиалдың директорын ашкен. Мынау Семей медициналық колледжі. Қазір мен шығарғанда түсіріп алам. Әйтеуір, сіз берсеңіз телефонды, мен мынаны бүкіл республикаға шығармаушы едім. Енді мен шығарам. Сіз үшін мінекей, сіз қырсықпай бере салсаңыз, мен директорға айтушы едім. Немене? Айналайын, вот мен сізге айтып отырмын. Сіз маған берсеңіз қырсықпай, не айтсаңыз есікте жазылып тұр деп, енді бүкіл республикаға масқара боласыз. Семей филиалы. Семейге де бәрттарына да. Мінекей. Осындай жағдай бізде.